Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, еліміздегі ерлердің 37, ал әйелдердің 59% ғана қан қысымының жоғары екендігінен хабардар. Тұрғындардың көпшілігі бас ауруын елемей, сырқатын асқындырып алады. Осыны ескерген алматылық дәрігерлер халыққа ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеудің амалын үйретуде. Қаладағы емханаларда 2011 жылдан бері денсаулық мектептер жұмыс істеп келеді. Бүгін бір топ ардагер нөмірі 5 қалалық емханадағы осындай денсаулық мектебіне барды. Қарт кісілерге қан қысымының жоғары болуы себептері мен оның белгілері туралы кеңестер берілді. Денсаулық мектебіндегі келесі жиын қант диабеті ауру жайында халықтың сауатын жетілдіруге бағытталады. Пациенттер күнде келе алмайды. Осындай кезде осындай шараны мысал үшін қолданып, олар анализдер өткізетін болса, анализдерін аламыз. Зерттеулер керек болса, мысал үшін ЭКГ жүргіземіз. Рентген керек болса, адамдар мысал үшін келе алмаған адамдар осы күні ешқандай очередсіз, ешқандай кедергісіз тез өткізіле береді.